Сәлем достар, бүгін өте оңай, жұмсақ және өте дәмді шелпек жасаймыз. Ол үшін жылы сүтке ашытқы мен қантты қосып араластырамыз. Артынан сұйық май, айран және тұз қосып араластырып, бетін жауып 15-20 минутқа бөлме температурасында қалдырамыз. Масса кішкене осылай көпіруі керек. Енді електен өткізілген ұнымызды екіге бөліп қосып, алдымен қасықпен содан кейін қолмен қамыр илейтін боламыз. Осындай жұмсақ, кішкене қолға жабысатын қамыр болады. Енді бетін жауып 1-1,5 сағатқа жылы жерге қойып қоямыз. Міне осылай 3 есе көтеріледі. Енді қолымызды сұйық маймен майлап, қамырды дастарханға түсіреміз. Артық ұн сеудің қажеті жоқ. Маймен ғана жұмыс жасаймыз. Видеода көрсетілгендей қамырды 7 бөлікке бөліп аламыз. Дастарханды да қолды да кішкене майлап аламыз. Ешқандай ұн сеппейміз. Әр қамырды қолмен домалатып аламыз да бетін майлықпен немесе пленкамен жауып 15 минутқа қалдырып қоямыз. 15 минут өткен соң қамырларымызды жайып, тағы 15 минутқа қалдырамыз. Қамыр кеуіп кетпес үшін бетін міндетті түрде жабамыз. Содан кейін қатты қызып тұрған сұйық майда екі жағы қызарғанша әдемілеп пісіріп аламыз. Шелпек майға толық батып тұруы керек. Және шелпекті майға салған соң видеода көрсетілгендей шеттерін көтеріп, айналдырып тұрып пісіреміз. Асты сәл қызарып бастағанда келесі бетіне ауыстырып, айналдырып тұрып пісіреміз. Әдемі сарғыш түске енген кезде шелпекті майдан шығарып, әбден сорғытып, майлықтың үстіне қоямыз. Осылай барлық шелпектерімізді пісіріп аламыз. Міне осындай жұмсақ, өте әдемі, дәмді шелпегіміз дайын. Міндетті түрде жасап көріңіз. Егер видеом ұнаса, лайк басып, арнама тіркеліп алыңыз. Дос қыз келіншектермен де видеомен бөлісіп отырыңыз. Ас болсын.